Міне ескі мектептің жағдайы. Жерде де медбике кабинеті бар, міне. Қараңыздар. Анау НВП кабинеті бұл жақта. Әйтеуір балаларға жазғы лагерь осы жақта жасап бердік. Жазғы лагерін осы жаққа жасап бердік әйтеуір. Мектепте ешқандай условия жоқ қой, былайша айтқанда. Міне есіктеріміздің түрі. Әне, ыңғайдан-ыңғай. 11 тонна соляркасымыз осымен жылый ма? Міне жердегі батарейкалар кесілген кезінде жарылып. Нелер тұр. Кесілген. Міне жерден де кесілген, ашылған. Оны қыста кеп ата-аналар мектептер суық дейді. Айтыңыздаршы енді, мен қалай мен жыламаймын, міне қараңыздаршы. Батарейка, қаншама батарейка кем. Мен мына батарейканың жағдайы вообще. Қараңыздар, су ағып тұр. Құрметті ата-аналар, ауыл боп, бір не қылайық, ат салсайық, мына мектебімізге бір жаңа мектеп салынса ауылға. Бұл балаларымыздың болашағы да жақсы болады ғой. Енді қараңыздар мына мен. Краскілей бергеннен слой-слой мектеп краскіден аллергия болып тұр ғой мектептің өзі. Известен де аллергия болып тұр. Құрметті ата-аналар, болашақты ойлайық. Ауылымызда жаңа мектеп тұрса, жаңа не тұрса, балаларға қандай жағдай болады? Соған ат салсайық.